Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Гүлім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді керемет салаттың рецептісімен бөлісемін. Бұл баршамызға танымал фунчоза салаты. Көптеріңіздің сұрауларыңыз бойынша осы фунчоза рецептісімен бөліссеңіз деген екенсіздер. Сол себептен әрқайсыларыңызға пайдалы болса екен деген ниетпенен осы фунчоза рецептісімен сіздермен бөліскенді жөн санап отырмын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Керекті ингредиенттерді дайындамас бұрын мен осылай суды алып, газға қайнатып қоямын. Суымыз қайнағанша етімізді турап аламын. Етті өздеріңіздің қалауларыңызша кез келген формада турасаңыздар болады. Мен етті ұзынша етіп, яғни солома ретінде турағанды ұнатамын. Сол себептен солома ретінде тураймын. Ал сіздер өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты турасаңыздар болады. Етіміздің барлығын турап дайындап алдық. Енді осы орайда суымыз да қайнады. Қайнаған суға фунчозаны салып, оны бірнеше минут қайнатып аламыз. Яғни фунчозамыз бір рет қайнауы керек. Жұмсарғанша қайнатып аламыз. Шамамен 5 минуттай. Мен әрдайым фунчозаны осылай қайнатып дайындап аламын. Еш уақытта жаңағындай бұқтырып суға салып қоймаймын. Суға қайнататын болсаңыздар, фунчозаларыңыз өте жұмсақ, нәзік болып пісетін болады. Сол себептен сіздерге де осылай дайындауға кеңес етемін. Фунчозаларымыз пісіп болғанша сәбізді үккіштен өткізіп аламыз. Үккіштеріңіз міндетті түрде осылай ұзынша болып өткені дұрыс, себебі өте әдемі болып көрінетін болады. Осылай барлық сәбізді өткізіп аламыз. Сәбізді толығымен өткізіп дайындап алдық. Енді осы уақытта бізде фунчозамыз қайнап, ол толығымен дайын болғанын тексеріп, кейін оны сүзгішпенен сүзіп, арнайы табаға дайындап аламыз. Піскен фунчозаны жабысып қалмас үшін салқын суда жақсылап шайқап жуып аламыз. Салқын суда жуғандарыңыз дұрыс, себебі ыстық фунчозамыздың ыстығы басылып, жаңағы бір-біріне жабысып қалмас үшін салқын сумен осылай жуып аламыз. Бір рет жуып шықсаңыздар сол жеткілікті. Кейін жаңағы суларын төгіп, фунчозамызды судан босатып аламыз. Осы жерде сіздерге пайдалы ақпарат айта кетейін. Егер сіздерге ұзын фунчоза ұнамайтын болса, онда ас үйдегі қайшыны пайдаланып, оны өздеріңіздің қалауларыңызша қиып қысқартсаңыздар болады. Фунчоза дайын. Енді қалған салаттың ингредиенттерін турап дайындауға кірісемін. Бұл жерде менде қиярды да ұзынша етіп турап дайындап аламын. Келесі кезекте бізде осындай қызыл бұрыш, тәтті бұрыш, осы бұрыштардың ортасында осындай ақ жолақтары болады. Сол жолақтарды, артық керек емес заттардың барлығын тазалап аламыз. Яғни бізде осындай беткі қабаты қалуы керек. Сол беткі қабатын толығымен турап, өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты дайындап аламыз. Мен осылай ұзынша етіп тураймын. Келесі кезекте бізде пияз, оны да осылай ұсақтап турап аламын. Ингредиенттердің барлығын турап дайындап алғаннан кейін табамызды газға қойып, оның астын қыздырып, оған сұйық майды құямыз. Қызған сұйық майдың үстіне туралған етімізді салып қуыра бастаймыз. Менде бұл жерде сиыр еті, сіздер кез келген етті пайдалансаңыздар болады. Етті табаға жайғастырып, бетін қақпағын жауып, бірнеше минут қуырып аламыз. Қуырып болғаннан кейін бізде осындай етте сұйықтық бөлініп шығады. Сол сұйықтықты судың барлығы тартылғанша қақпағын жауып қуырып аламыз. сұйықтық толығымен бізде қуырылып кетуі керек, яғни тартылып кетуі керек. Етімізді осылай су тартылғаннан кейін тағы да бірнеше минут қуырып аламыз да, оның үстіне пиязымызды салып,
барлығын жақсылап араластырып 2-3 минуттай қуырамыз. Күйіп кетпеу үшін 1 минут сайын араластырып отырамыз. Қуырылып жатқан ингредиенттердің үстіне осылай сарымсақтың тішесін пресстен өткізіп саламыз, немесе турап салсаңыздар да болады. Барлығын жақсылап араластырып, тағы да бірнеше минут қуырып аламыз. Кейін осы қуырылған массаның үстіне соя тұздығын құямыз және тағы да бірнеше минут араластырып, оны қуырып аламыз. Кейін табаға сәбізімізді қосып, оны да жақсылап араластырып, бетін жауып, бірнеше минуттай қуырып аламыз. Жаңағы сәбізіміз толықтай кішкене басылып, өзінің формасына келуі керек. Қатты көп ұзақ ұстаудың да қажеті жоқ. 1-2 минуттай ұстасаңыздар жеткілікті. Сәбізіміз кішкене жұмсарса жеткілікті. Енді осы дайын болған қуырылған массаның үстіне жаңағы бұрышымызды салып, барлығын жақсылап араластырып қуырып аламыз. Ұзақ қуырмаймыз, 1-2 минуттай қуырсақ жеткілікті. Осы қуырылған массаның үстіне кейін тағы да қиярды салып, оны да бір-бірімен жақсылап араластырамыз. Ұзақ араластырып қуырудың қажеті жоқ. Кішкене 1-2-3 минуттай ұстасаңыздар жеткілікті, себебі қиярменен жаңағы бұрышымыз жұмсарып кетуі мүмкін. Мен табаны ауыстырдым. Фунчозаның барлығын араластыру жеңіл болу үшін осындай үлкен ыдысқа алып, фунчозаны салып алдым. Кейін оған тұз, бұрыш, паприка және осындай кристаллик дәмдеу үшін пайдаландым. Және сарымсақтың тішелерін пресстен өткізіп салдым және уксуспенен соя құйдым. Барлық ингредиенттердің құрамын, қажетті мөлшерінің барлығын видеоның соңында описанияда жазатын боламын. Бұл жердегі фунчозаның массасы мендегі 400 граммды құрайды. 400 грамм фунчозадан кәдімгідей біраз порция салат шығады. Сол себептен бірден осындай үлкен порция жасауларыңызға кеңес беремін. Себебі өте дәмді болып шығады. Дәмдеуіштің барлығын өздеріңіздің қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Барлық өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Салат дайын, астарыңыз дәмді болсын. Назарларыңызға рахмет. Сіздерге видео рецепт ұнады деген ойдамын. Каналдан тағы басқа қандай рецептпен бөліскенімді қалайсыз, жаза отырсаңыз болады. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.